Бет ашу. Қазақ халқының салт дәстүрінің бірі де бірегейі. Жаңа түскен келінді дүйім жұртпен таныстыру бет ашар деп аталады. Дәстүр бойынша шымылдық ішінде отырған келіннің басына орамал жауып, екі жағынан жеңгелері қолтықтап алып шығады. Бет ашардың тәрбиелік мәні зор болғандықтан, келіншектің екі жағында тұратын әйелдер жесір, жеңілтек, тағы да басқа болмауы қатаң ескеріледі. Керісінше, әдепті, үлгілі, кішіпейіл, ибалы жан болуы тиіс. Келіннің бетіне жабылған орамал мен сабау арасына арнайы үш түсті орамал шалғанады. Олардың әрқайсысын әулеттің үлкен әжелері тілек айтып тағады. Әуелі қызыл орамал тағылады. Ол қыз өміріңнің жаңа парағы ашылып, бұдан бұлай бір шаңырақтың келіні екенінің белгісі. Содан соң ақ орамал жалғасады. Бұл ақ жаулықты ана болсын деген тілекпен жасалатын амал. Ал үшінші болып жасыл орамал жалғанады. Оны әжелер жаңа түскен келін үбірлі-шүбірлі болып, сол шаңырақтың өрісін кеңейтсін деген тілекпен жасап, сабаудың басына тағады. Сабауды жиен ұстайды. Оның өзіне арнайы әзірлеген сыйлығы болады. Жыршы. Өз кезегінде қасиетті қара домбырасымен бет ашар жырын бастайды. Ол келінге өсиет, әрі насихат ретінде айтылады. Бет ашар рәсімінде келін сол әулеттің әр тумасына жеке сәлем береді. Осылайша жаңа түскен келін екенін, сондай-ақ өзінің құрметін көрсетеді. Ал сәлем алған көпшілік өз кезегінде жас келінге абыройлы бол, тәңір жарылқасын, ұл тап, көп жасасынды тілектерін айтып, баталарын беріп, шашуын шашады. Бет ашар деген қасиетті ұғымның қадіріне жете білейік. Келіннің әр қадамнан ұрпағымыздың болашағы айқындалмақ.